Соңымызға біреулер түсті. Мынау кім? Екеуміздің мақсатымыз ортақ. Мен саған көмектесем. Синдикаттың көзін құртқың келсе, мені жібер. Мыналар төніп келеді. Сендер қашқан сыңай танытыңдар. Мені осы жерден тастап кетіңдер. Мына адамның кім екенін айт. Оу! Итан, жоспар өзгерді, таста оны! Мені тауып аласың. Бенджидан, Итан Хантке қатысты тергеуден соң, бір тәулікке жетер-жетпес уақытта Венаға ұшаққа мініп операға барған. Қайтып келген соң 6 сағаттан кейін канцлер қайтыс болды. Bir қарағанда бұл жай кездей соқтық боп көрінуі мүмкін. Алайда орталық барлау басқармасы үшін бұл расталған мәлімет. Итан өз бетінше тергеу жүргізіп операға жайдан жай бармаған болуы мүмкін. Бірақ ол туралы мәліметте сенімді емес. Қалай болғанда да Хант іздеу жұмысы бірінші кезектегі мәселе болсын. Арнайы бөлімшелерге де осы істі шегелеп тұрып тапсырам. Оны өлтірсе де мейлі ғой сонда. Хант аман қалама, тірі қалама, ол өзіне байланысты. Жаңа адамға айналасың. Төлқұжат, ақша, жол жүру картасы. Сөмкеде ауыстыратын киім де бар. Вашингтонға білдірмей кіруге қажеттінің бәрі бар. Жеткен соң бірден мен туралы баянда. Тұра тұр, не дейсің? Бұлай болсын, сен операға 2 билет ұтып алғандықтан барғаныңда. Ал мен сені канцлерді өлтіруге қатыстырмақшы болғанымды айтасың. Өтірік қой бұл, Итан! Саған сенеме жоқ па, аман қалуың соған байланысты. Олардың құлағына жағатын нәрсені айтсаң болды, өтінем. Итан, шыныңды айтшы, мұның саған не керегі бар? Кімді танисың? Мынаны танимын. Мынау. Неміс барлау қызметінің бұрынғы тыңшысы, қаза болғандар қатарында. Бұны опера театрында көрдім. Мынау да сол жерде болды. Массад тыңшысы. Алдыңғысы сияқты қаза болғандар қатарында ма? Бүгін ол шынымен қаза болды. Мына адамды Босфордан іздегем. Сол күні сол жақта Малави президентін өлтіріп кетті. Джакартада менен тағы қашып құтылды. 200 жолаушысы бар ұшақ үнді мұхитында із-түзсіз жоғалардан бірер сағат бұрын. Одан соң Филиппинде көз жасып қалдым. Соның алдында ғана химиялық зауыттағы өрттен 2000 жұмысшы уланды. Бұл оқиғалар бір-бірімен байланысты деп ойлайсың ба? Жоғалған шақта әлемдік банктың төрағасы болған көрінеді. Өрт ірі қару-жарақ корпорациясын тақырға отырғызды. Малавияда азамат соғысы басталды. Бұл оқиғалар бір-бірімен байланысты. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл белгілі бір ұйымның істеп отырған ісі. Яғни синдикаттың. Бұл аластатылған топ. Олар да біз сияқты әбден машықтанған. Бірақ мақсат мүддеміз қарама-қайшы. Олар кезінде өздерін жасақтаған жүйені жоқ қылғысы келеді. Қауіпті миссия тобына қарсы топ деші. Тобымызды таратқалы олар ашық әрекетке көшті. Бүгінгі кісі өлімі олардың тастаған үндеуі. Олар тамыр жая бастады. Әлде бұл бір-бірімен байланысы жоқ оқиғалар ма? Оның жүрмейтін жері жоқ. Бұл анық. Опера театрына да барды, көзім жетеді. Оның кім екенін, қайдан келгенін білмеймін. Оны кім қолдап отырғаны да белгісіз. Бір білерім,
Ол бізге жол көрсетуші. Итан, мен топқа сол үшін келдім ғой. Оны табуға көмектесем. Сені шақырғаным рас. Көмектессін деп. Ал сен мерт бола жаздадың. Мен сені қорғай алмайым. Сол себепті сенің кетуің керек. Маған бұлай жол сілтемей қой, Итан. Мен сырттың тыңшысымын. Қаншалықты қауіпті екенін білем. Оның үстіне екеуміз доспыз. Полиграфта не деген маңызды